Ассаламағалейкум. Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Дендеріңізге саулық, бастарыңызға амандық тілейміз. Сіздер мен ауыл тынысы арнасы. Бүгін күн сейсенбі. 4 қараша 2025 жыл. Түскілік уақыт. Таңертең түнде аздап жауын жауды. Таңертең жып жылы боп тұрғанның күн бұзылардың алдында өзі табиғатта сездірет. Күннің жылуынан ақ білгеміз. Оның үстіне қазір интернет айнала айтылып жатыр. Астанада қар жауды, Қарағандыда қар жауды, Таразда қар жауып жатыр деп. Сонымен сол қар бізге дауласты. 1-2 сағаттай ғана болды. Осылай қар жауып тұр. Боран десем болады, бұрқасын десем де болады. Себебі дала бұнау ауылдың іші болғаннан кейін аса білінбей тұр. Ал бұлай жаңа ғана балалар қойларды айдап алып келді. Дала түк көрінбейді. Боран болып тұр. Ықтасын жерлерде білінбейді, желді. Міне жел ал бұла қарай шыққанмын, міне екі үйдің ортасы кәдімгідей желдетіп тұр. Осындай ауа райы бізде. Бұрын WhatsApp-та жоқ, мына соткада жоқ. Әйтеуір таңертең түнде ұйықтайсың. Таңертең тұрғанда бала кезімізде әттақ қар болатынның. Мә қар болыпты, қар жауыпты деп мәз болып балалар жүгіретінбіз далаға. Қазір қардың жауатынына, боранның болатынына 2-3 күн бұрын дайындалып қоямыз ғой. 2-3 күн бұрын дайындалып қоямыз. Мен кешеден бері мазасызданып жүрмін. Бірінші қарды көрейін деп тұрғандай. Малдарға не болады екен, қойларға не болады екен дегендей. Қайта осыны күткендей күттік. Алла тағаламыз қабыл алғандай осыны берді. Осындай ауыраны. Енді бұл да күз уақыты. Қылышын сүйретіп қыс келе жатыр. Осындай ауырайы болып тұрады қой. Енді бұл қар еріп кетеді деп айта алмаймын мен. Бұл қар еріп кетпейді. Еріп кеткеннің өзінде көп қалады қой. Сонымен жататын шығар енді бұл. Қойлар жаққа келдім. Балалар қойларды бөліп жатыр. Өзіміздің қойларды бөліп жатырмыз. Бүгін бөліп аламыз. Ертең халықтың қойын таратамыз. Өзіміздің қойды Алла берса, ертең күн ашық болса, қар болғанмен ашық болса да өріске айдап кетеміз енді. Сиырлар өрісте, далада, өткен видеоларда көрсеткен жақта, жайлау жақта. Сонымен бүгін түнде келмесе болды деп отырмыз. Қарамал ғой. Қай есік? Жарайды. Шаққар месікте тұр. Мархат пен Шарапаттың ұстағанын қойын бірден ашып осы жаққа шығарып тұрады. Мынау біздің қойлар бөлініп жатыр, міне сырғаланған. Ар жақта халықтікі. Былтырдан бері қойлардың санын азайтып жатырмыз. Өздеріңізде көрдіңіздер. Бордаққа қойып жемдеп жатырмыз. Былай да сатып жатқандарымыз бар, сойып жейтініміз бар. Қарамалдан, қойдан көрі қарамалға қарай көңіл аударып жатқан тұрымыз ғой. Ана жерде сыйлық қошқар тұр. Қойлардан ерекше болып. Міне бір
Міне сырғасымен тұр десем, бір жағында тряпкасы бар екен ғой. Сосын біраз бауырларым көктем уақытында сұрағанның, қойларды сосын адамдар қалай ажыратады, оны қайдан біледі деп. Білгенде осы, бізде ен деген нәрсені бізде де бар. Қойларына ен салат, міне байқап тұрған шығарсыздар. Кейбір қойлардың құлақтарында ендерімен жүр. Алды кесілген кішкене құлақтың, артқы жағынан құлақтың кесілген. Көбінесе адамдар бізде шүберек байлайды. Шүберек байлағанның көбі үзіліп қалады, күннің сәулесі жек қояды. Сондықтан ақырғы кезде көбінесе адамдар мынадай лента байлап жүр. Лента деген мықты болады екен. Міне сол қалпында жүр міне ленталары. Сары лента сары болып жүр екен. Жасыл лента жасыл болып жүр. Сондықтан көп адамдар қазір лентаға көшіп жатыр. Әр түрлі түсті шүберектерді осылай байлап қояды. Сонымен қатар өздерінің бір ендері де болады. Енді ауылдың бәлен кісінің қойы, бір 20-30 кісінің қойы, қайсы бірінің енін, ол ен деген нәрсе бірдей болып қалуы мүмкін. Қазір менің меншікті жеке енім бар деуге де келмейді қой. Адамдар қой ұстаған адамдардың бәрі сала береді. Бір 10 шақты, 20 шақты үй ғана отырсақ, онда мынау сенің енің, мынау енің деп аламыз ғой. Мынау өзге ұлттың өкілдерінің де қойлары болғандықтан осындай белгілер салынады қойларға енді. Сонымен ажыратады. Оның үстіне қой баққан адам жаз бойы қой баққанда қойларды ажыратып алады, қойларды біліп алады. Енді мысалы Марқаттың өзі бәлен жыл қоймен жүрміз ғой осы. Мына жерде қазір бір 500-600 бас қой болса, осының ішінен өзіміздікін емес, біреудің қойын, біреудің тоқтысын апарып 1000 бас қойдың ішіне бөтен жерге апарып қосып жерсе, Марқат барып біздің өзіміздің атардың қойын осы қойдың ішінде қойды тауып алып келеді. Ол көздің қыралығы, малдың тани білуі. Қойшы адам далада мал бағып жүріп, қор бет алды жүре бермей қойға, әр қойға назар аударса, ол малды, қойды есінде сақтайды қой. Бізде қазір ақырғы кезде мына сотка мен YouTube деген нәрсе бар, интернет деген нәрсе бар. Қойды шығарып жеремізді, есіл дертіміз сотка. Сотка көреміз, содан кейін қойылға назар аудармағаннан кейін көп қойшылар, малшылар малды танымайды. Сондай жағдайға жеттік қой. Ой, көп сөйлеп кеттім ғой деймін. Аша қойшы, шарапат. Санап отқан жоқсыңдар ма? Шәккәрім ұстатып отыр енді. Шәккәрім сабағынан сұранып кеп тұрып кепті. Қой бөлеміз деп. Біздің Шәккәрімде сабақтан бұрын білімнен көрі мал бірінші орында тұратын сияқты. Ой, айырылып қалдың. Енді ағасы мақтап отқанның болмай қалды. Енді қолыңда қолғаппен жүргеннен кейін андағы мен ол ұсталынбайды жүзу. Немесе аяғынан ұстап ал, иә. Қыз қойлардың ішіне қарай. Өзіміздің қойлардың бөліп атқан бұлар да білетті. Мынау сыйлыққа берген қошқар сыйлық. Бойы өсті биыл. Бойы өсті. Үлкен қошқарлардан жалғыз өзі жүргендіктен күйі да төмен. Қыста алла берсе бөліп бастаймыз, сол кезде қайтадан оңалып күйленеді. Қазір кішкене күйлі арық болып, жұқалтын көрініп қапты. Ерекше болып жүр, бұрынғы қошқарларда емес, бойы да биік. Енді менің өзіме жақсы көрінетін сияқты енді.
Бағалай жатарсыздар. Бүгін түстен кейін қазір кешке шейін әкететіндер әкетеді, ертең әкетеді. Сонымен биылғы жылдың науқанын бітірдік деген сөз ғой енді. Алла бұйырса аман есен таратып берсек. Қойдың саны түгелі дұрыс, жоғалған қой жоқ. Бәрі өз қойларына кетеді деп ойлаймыз енді. Ешкілерге шейін жүр. Қойлар арық емес сияқты енді. Ақырға мына бір жарты айдың көлемінде тіпті емін еркін жүрді ғой бұлар. Өзіміз баққан кезде таңертең жайлау жаққа қойды апарып тастаймыз. Сонымен кешке айдап алып кетеміз. Түстікөлік бір уақыт барып, қарап тексеріп келеміз, жинақтап. Сондықтан жанында жүрмедік, еркіндікте жүрді ғой бұлар. Кісілермен қабаттаспай, халықпен қабаттаспай деп өзіміздерді алып тастап отырмыз бірде. Зейт ағаларды алып тастайсыңдар ма, жоқ па? Өзі келе ме? Танымайсыңдар ма? Өй, анда шашып қойыпсың, шығып кетші ме? Бай болса вақта. Бай болса вақта. Ода әзер шыдамсызданып отырған шығар. Қазір сабағы бітісімен бірден жүгіреді осы жаққа. Менсіз бастақ қойды деп отырған шығар енді ода. Екеуінің бірдей сабақтан сұрануы қиын. Сонымен шаққарым сұранып кетіп қалған ғой. Аға, мына жақта бұл кішкентай биркасы жоқ. Біздікі ғой деп. Біздің кейбір қозылар жазғы тұрым туған қозыларға ешқандай ен салынбаған. Міне. Көрдің бе сара марқат, шаққарым дұрыс айтты. Қойдың маңырағанда еміреніп тұр. Шаққарым біздікіне ұқсайды дейді, ағалар айтады, жоқ дейді, біздік емес дейді. Екеумізден көрі шаққарын бұлар білет қой. Аш деген есті ашып тұра бел қайтесің. Міне халық, біздің жақта халық қойларын күздігіні қырықпайды. Осы қалпында кіреді қысқыға. Жылына бірақ мезгіл қырқым болады. Енді өздеріңіз білесіздер, былтыр біз кеште болса да күздігіні қырқып шомылдырып жүргенбіздің, себебі былтыр қотыр болды қойлар. Биыл қойларда қотыр жоқ. Қотыр жоқ. Себебі қырқым өткеннен кейін дәл осы жерде біз бұларды шомылдырдық. Бізге мына жерге жайлаудан жақын жерде екінші бір жайлау бар. Сол адамдар қойларын шомылдырған екен, суды көп дәріге езіп қойғаннан кейін жартысы қалып қойыпты, дәрі, дайын дәрі. Соны хабарласып, қойларыңды шомылдырып алсаңдар, суда кеп берейді. Сонымен суда кеп бергеннен кейін халықтың ойында, өзіміздің қойды да шомылдырып алғанымыз сол тамаша болды. Әйтпесе былтыр осы уақыттың өзінде қойлардың жүндері түсіп, арқалары кәдімгідей күстеніп қотыр болып жатқанның.
Быйыл ондай жоқ. Өзі қотыр қой белгілі болады, мына желкелері суланып күн ашықта. Желкелерінен бастап түсе бастайды қой жүндері. Тек бүгінгі бір видео осы тек қойлар туралы ғана болады. Қойларды ғана түсіріп жатырмын енді. Өткенде бауырларым қар жауып тұрса, боран болып жатса түсіріңізші деп аманат десем бе айтып еді. Құлақ қағыс қылып еді, аманат емес, құлақ қағыс қылғаны. Сондықтан мына боранды күні ит пен бала құтырады деп мен де құтырып бір видео салып қойыш деп видео түсіріп жатқан түрім. Бүгін түн 13 градусқа дейін суытады деп жатыр енді. 13 градусқа дейін суытады деп. Мынауда жазғы тұрым туған ғой, иә? Жоқ па? Көктемде ені бар ма? Ені ма? Ені бар ма деймін? Жазғы тұрым туған ғой онда. Ен жоқ ешқандай. Біздің қойлардың құлағында көбінесе біздің еніміз бір жақ құлағында екі тесік, бір жағында бір тесік. Біз тескеміздің құлақтарын бұрын бұлар бір 7-8 бас қойымыз болған кезде. Сол кезде сондай белгі салғамыз, сомен кеткен барлық қой сондай. Бірақ мына қойлардың ішінде де сондай еммен жүргендері бар. Ол біздің халыққа сатқан қойларымыз ғой. Сондай еммен жүргендер бар. Бірақ оларға шөрек байланған. Иелері өздері біледі оны. Бұл енді малдың өрістен тоқтап үйге тұратын деген нәрсе емес. Әлі де шығарамыз. Әлі де далада жүретін болады. Өзі жылда былтыр ғана біз 12-ші қарашада тұрып қалды. Мал үйде. Әйтпесе жылда 15-і, 18-і кездерінде тұратынмын. Сондықтан әлі де Алла бұйырса мал жүреді. Сол кезде де видео түсірем ғой. Сол өріске өзіміздің қойлармен сауынды сиырларды айдап баратқанымызды, немесе далада жатқан, жайылымда жатқан малдарды түсіруге барып тұрамыз. Қазір мына қойларды бөліп алғаннан кейін тракторге мініп сиырларды барып қарап жинақтап кетеміз енді. Олар қалың шөптің арасында жүрген. Мынадай күні сол қалың шөптен шықпайтын шығарма деп дәметіп отырмын енді. Қайтып келмеу керек. Ауылдан 2-3 километр жерде. Оның үстіне желдің өзі терісінен шығып тұр. Малдар сол теріскей жақта жүр. Ықтап келгеннің өзінде олар ауылға келеді қой. Ешқайға лағып кетеді деп ойламаймын енді. Ықтағанның өзінде ауылға келіп түседі. Осы айтайын дегенім. Мынау халықтың көшенің малдары тоқтады. Көшенің малдары тоқтатты. Сондықтан кісілер осылай малдарын қоя береді. Күзгі уақытта, көктемгі уақытта бұл рұқсат етілген. Көшенің арасында жүре беруге болады. Оттап. Осындай шөптерді оттайды.
Қазір түс ауа, түстен кейін кісілер уже малдарын қамап алады қайтадан. Ауыл болғаннан кейін солай болады. Күзгі уақытта өрістен мал тоқтағаннан кейін малға жүре беруге рұқсат. Ал енді кейбір адамдар болады, жаздың ортасында малшы мал бағып жүріп отқан кездің өзінде малдарын қоспайтын, ұйықтап қалады. Сондай адамдар да болады. Ақылдары асып кеткен адамдар бар. Ауылдың ішінің оты жақсы, өріске қоспай осы жақтан оттасыншы деп, көшенің арасында жүре берсін деп. Ол олай болмайды. Әр елдің өзінің салты бар. Көшете жүруге. Енді қараңыздар, міне қаншама малдар техникаға сүйеніп, үйдің маңайында адамдардың есін шығарады. Сондықтан жазғы уақытта бұлардың жүргені дұрыс емес. Соны айтсаң тіл жазық болады кейбір адамдарға. Мен айтам да, ойлайым да, мал ұстадық па, иісімізді жаман жақтарымызды басқа ұлт өкілдеріне көрсетіп қажет емес. Артымыздан сөз ергізбеуіміз керек та. Бұлар осылай ұстайтын малды. Көршін тауықтар мезеп жүрген жоқ. Мына боранды, қарды. Малды ұстағаннан кейін дұрыс ұстай білу керек. Ешкімге шатағың болмай, ешкімге бөгет болмай. Ұстағанға не жетсін. Сөз естіп, біреуді зарлатып айғайлатқаннан одан ұстамаған артық. Бұл жердің салты да, заңы да осындай болғандықтан соған бағына білу керек. Ел қалай өмір сүріп отыр, соған бейімделуіміз керек. Осыны айтсам, кейде жаманатты боламыз оларға. Міне қазір мынаны ешқандай бізге бір бөгеті жоқ. Мен айдап тастағанға ештемем де кетпейді. Себебі адамдар қазір мал тоқтағаннан кейін жібереді енді осылай әлі ерте қорада ұстауға. Ана үлкен шаруашылықтар енді шүкір Алла, бізде біраз малдың саны болғаннан кейін біз өзіміз далаға сыртқа алып кетіп бағамыз. Ал енді ана 2-3 сиыр ұстайтын, 4-5 сиыр ұстайтын адамдар енді бұлар қалай далаға шығарып бағып жүреді азын аулақ малды. Сосын да осылай мынандай отты жерлер бар ауылдың арасына. Соның арасына қоя береді. Осындай жағдай дегенді өткен видеода көп айтып кеттім. Кейде бір мағыналы, бір әдемі десем де болады. Жақсы видео түсірген кезде ол сөзді айта қоймаймын. Себебі бар назарымда, көңілімде сол осы әңгімені айтуда болып тұрады. Ал енді бір мағынасы жоқ десем де болады. Әйтеуір видео сала қояйыш деген ниетпен шыққан кезде ауызға сөз де түсе бермейді. Сол кезде сол сөзді қайталанып айтала береді екен. Айналып кеп бұқаларға келдім. Бұқалар ықтап жатыр. Ықтап ар жағында тұр. Сүзісіп жүргендері жүр міне. Осылай жүр. Ар жақтағылар да солай. Басын қақшитық қояды мынау. Өзінше сүзбекші болып. Астауларын жемін жеп қойған. Тек қар ғана жатыр. Кешкі салғанда қарын тазалап тастаймыз да, жемдерін салып тастаймыз. Сол, міне. Бер жағы аппақ, ар жағы қап-қара. Мынау нәрсе қора. Жаз бойы салған, күзде салған төбелдірігіміз тамаша болды. Осындай бункер кіргізіп қойдық мына жерге. Сыртта жататын бұрыннан бері. Шемішкенің отходын салып қойдық. Мына екі бұқа, бұлар да осылай тұра береді далада.
осы жерде. Осындай бір видео. Жай әңгіме бір. Қойларды бөлетінімізді айтайыншы. Қойды тарататынымызды да айтайын деп түсіріп отқан түрім ғой. Бар болыңыздар, аман болыңыздар. Төбелерден үлгісін үлгіп тұр. Шатырдан ақ боп кәдімгідей қыстың белгісі. Бар болыңыздар, аман болыңыздар. Дендеріңізге саулық, бастарыңызға амандық тілейміз. Есен, сау болыңыздар. Шәккәрімнің асыққаны сонша, таңертең велосипедпен кеткен сабаққа. Ылғи да осы келе асығып келгенде лақтыра салады. Таңертең кеп қоштасып қойып әңгіме айтып отырмын ғой. Таңертең сабаққа кеткенде жыларман болып кетеді. Ана екеуі жағылады, оны үлкендер. Сенсіз бөліп аламыз өзіміз деп. Ол маған жағым кеп түсіреді. Айтшы бөлмесін, мен келгеннен кейін бөлеміз деп. Сонымен сабақтан асыққан түрі ғой. Бар жақсылық болсын.